Кайырлы күн достар. Бүгін краб таяқшалары мен жүгөріден өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге краб таяқшалары, жүгөрі, қайнатылған күріш және қаймақ қажет. Әуелі алдын ала қайнатылған күрішті шұңғыл ыдысқа салып, үстінен жіңішкелеп, дөңгелектеп тураған краб таяқшаларын қосамыз. Содан соң жүгөріні саламыз. Қаймақты салып, барлығын араластырамыз. Жарты кеседей жүгөрінің суын қосамыз. Араластырып болған соң, тарелкаға салып, ас көппен сәндеп, дастарханға ұсынуға болады. Міне достар, краб таяқшалары мен жүгөріден салат дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.